Ассалаумағалейкум ағай, менің атым Өркен, эфирде блогерлер бағдарламасы. Ата бабамыз ақылды болған ғой, адаммен қарым-қатынаста мына бір кеңесті ескеріңдер дейді. 4 нәрсесіне қара да, 1 нәрсесіне қарама дейді. Білім көзін қайдан алатындығына қара, бос уақытын қалай өткізетіндігіне қара, достарының қандай екендігіне қара және отбасымен қарым-қатынасында қандай екендігіне қара. Бірақ аузындағы сөзіне қарама дейді. Ауыз шіркін ары-бері қайшылай береді ғой. Мысалы, менің де сөзіме соншалықты сеніп керек емес. Сондықтан да осы жұрттың айтқанын сіздерге беріп жұмыс қылып жатырмыз. Жоқ деген адам жоғалады, бар деген оны алады деп бекер айтпайды. Казнекс Инвест ұлттық агенттігінің дерегі бойынша бүгінгі таңда Қазақстан әлемдегі ең ірі экспорттаушы саналатын 50 елдің қатарына кіреді екен. Осылай деп қалдырсам, сіз түгіл өзінде сенбес едім, бірақ біз дәлелдерін қоса тіркедік. Бүгін 2500 түрлі өнім 119 елге экспортталады. Мәселен, біріншіден Түркменстанға, Тәжікстанға, Әзербайжанға, Қырғызстанға электровоз тепловоздарды экспорттайды. Екіншіден Қазақстандық кілемдер Германия, Англия, Украиналық телекоммуникация жабдықтары Иран, Түркменстанға экспортталады. Үшіншіден тауық жұмыртқалары Ауғанстанға, Біріккен Араб Әмірліктеріне шығарылады. Төртіншіден отандық картридж өндірушісі өнімін Беларуське, Түркменстанға жеткізеді. Ерлерге арналған костюмдер Мәскеудің сауда орталықтарында саудаланады. Бесіншіден Рахат акционерлік қоғамның өнімдері Ресей, Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстан, Германия, Қытай, Ауғанстан аумағына тарайды. Рахат пен Баян сұлу кондитерлік фабрикаларының өнімдері ақш-тың Бруклин дүкендерінде сатылады. Жалпы өткен жылдың қорытындысы бойынша еліміздің тауар айналымы 58 миллиард ақш доллар болыпты. Оның 35 миллиарды экспорттың және 23 миллиарды импорттың үлесінде. Бұл біздің сырттан сатып алғаннан гөрі көбірек сатып жатқанымызды аңғартады. Құр сынай бергеннен гөрі осы сандарды біле жүріңіз, әйтпесе ұят болады. Соңғы уақытта Инстаграмда қоғам назарындағы біреу жартылай жалаңыштанған фотосын салса, оның ерсі екенін айта бастаған адамға басқалар жабылып талап тастайтын болып дейді. Бұрын негатив жазушылар көп, ал оған қарсы пікір айтушылар аз болатын. Қазір керісінше, әр суреттің асты итжығыс қайналып жататын танымалдардың постына жазылатын пікірлерді оқып отырса, мұныңыз ұят. Қазақ қызына жат деген комментарийді 1-2 адам ғана жазады, қалғаны соны жұлып жейді. Сөйтіп екі ортада ұяттан шығады. Негізі не ұят емес, ұят нәрсені ұят деп айту ұят емес. Осы бағдарламада басқадан алатын титімдей үлгі болса, мейлі ол адам болсын, мейлі мемлекет болсын, біз бәрін алып көрсетуге тырысамыз. Үлгі ала берсек, үлгіленіп кетерміз деген дәме ғой. Осы жолы Біріккен Араб Әмірліктеріндегі бізге үлгі боларлық мына тәсілдерді алып отырмыз. Жас отбасыларға қамқорлығы қандай екен? Ол жақта Алма Сайлауқызы көріп келіпті. Әрбір жергілікті жұп бірінші рет бас қосқан кезде оларға мемлекет тарапынан 70 мың дирхам несие беріледі. Оның 40 мыңын бұл дегеніміз жобамен 12 мың долларды шариғатпен некесі қиылған соң, ал қалған 30 мыңын той өткен соң бөледі. Ең тамашасы, бұл несие дүниеге 3 бала келгенде толықтай өтелген болып саналады. Одан бөлек күйеу жігіт тарапы қалыңдыққа сыйлайтын махр деген сыйлық бар. Ал азаматтық алу мәселесінде шетелдік әйелге жергілікті араб үйлене алады. Тек ол әйел азаматтық алу үшін алдымен 15 жыл бірге тұру керек. Сол 15 жылда 5 баланың анасы атануы тиіс. Содан соң ерінің барлық туыстары оған жақсы мінездеме беруі керек. Сонда ғана алып қалуы мүмкін. Тағы бір үлгіні Американың оңтүстік жағалауынан әкелеміз дегенбіз, бірақ бұл жолы әлеуметтік желінің қазақтың ішкі комплексін жойғаны туралы әңгіме болады. Біз негізі ішкі сезімдерімізді оңайлықпен сыртқа шығара бермейтін халықпыз. Орыстар «Мамочка, я люблю тебя, спасибо, дорогая, было очень вкусно» деп қойып қалады ғой осы. Ағылшындар орыстан өтеді. «Рахмет, қымбаттым, сенсіз мен бұл істі бітіре алмас ем» деп жолдастарына айтып жатқанын естісең, қойылымда жүргендей жан жағыңа алақтайсың. Енді біздің ішімізде де ілтипат пен жылылық сезімдері бұғып жатыр ғой. Оны шығаруға бізге осы әлеуметтік желі көмектескен сияқты. WhatsApp-тың орны бір төбе. Туыстарымыз бен достарымызға тілек пен сезімімізді жаза алсақ жазып, жаза алмасақ жүрек смайликтерді жөнелтіп рахаттанып қалдық. Әкеміз бен шешеміздің бетіне қарап айта алмайтын сөздерімізді Фейсбукқа жазып, өздерін белгілей салып бір жеңілдеп жүрміз. Аман, сау болыңыздар.